Сәлем достар, тиктоктағы тікелей эфирлер әр қашанда көрермендерді баурап алады. Өйткені оларда ерекше атмосфера сыйлайды, оқиғаны дәл сол сәттегі көру әсерінен. Бүкіл әлемдегі мыңдаған адаммен бірге бір сәтті бөлісу, ол әрине ерекше сезім. Бірақ бұның да бір қараңғы жағы бар. Кейде тікелей эфирлерде қайғылы оқиғаларға айналып, мәңгі есте қалады. Бүгін біз тікелей эфирде болған ең қорқынышты 5 өлімді еске аламыз. Қытайлық стример қыздың қайғылы оқиғасы. 2021 жылдың наурызы. Қытайлық стример қыз Dianping платформасында ерекше шоу өткізеді. Оның атауы хаус дөңгелегі. Көрермендер ақша жіберіп, қызға қауіпті тапсырмаларды орындауға мәжбүр етеді. Бір сәтте дөңгелек ең қауіпті тапсырмаға тоқтайды. Қыз 2 литр ақ шарапты бірден ішіп, үстіне шикі жұмыртқа, васаби, шұжық бәрін қосып жібереді. Бұл көпшілікке жай ғана қызық көрінді. Алайда қыз ол кезде антибиотик ішіп жүрген кезі. Антибиотик пен дәрінің үйлесуі өте қауіпті болды. Нәтижесінде ол жерден алкогольді уланумен қыз қайтыс болады. Dianping платформасындағы сын. Осы оқиғадан кейін Dianping платформасы қатты сынға ұшырады. Адамдар ашуланып, неге ешқандай қауіпсіздік шаралары болмады? Неге мұндай қауіпті ойындарға жол берілді деп сұрайды. Бұл оқиға онлайн ойын-сауықтың адам өміріне әкелетін қауіпін еске салды. Финляндиядағы трагедия. 2017 жылдың соңында Финляндия Эспо қаласы. Жас жұп перископта тікелей эфир жүргізіп отырды. 2 сағат бойы ішімдік ішіп, темекі шегіп күлді. Содан кейін көлікке отырып алып жолға шықты. Эфирде жүргізушінің жылдамдықты қатты асырғанын байқады. Кенеттен көлік трассадан шығып кетті. Екеуі де сол жерде қаза тапты. Көрермендер олардың соңғы күлкісін дәл осы эфирде естіді. Әрине соңғы рет. Бангкоктағы қайғылы жағдай. 2021 жылдың 25 мамыры. 41 жастағы Нгуен есімді әйел Фейсбукта тікелей эфирде тамақ пісіріп жатты. Кенеттен ол есінен танып, бетін ыстық плиткаға соғып құлады. Жанында тұрған күйеуі жедел жәрдем шақырды. Бірақ Нгуен ауруханаға жетпей жолда көз жұмды. Дәрігерлер оның жүрек талмасынан қайтыс болғанын айтты. CrossFit Games'тегі қаза. 2024 жылдың 8 тамызы. ақш, Техас штаты, Форт Уэрт қаласы. CrossFit Games жарысы басталған күн. Ауа температурасы плюс 37 градусқа дейін көтеріліп, күн жанып тұр. Алғашқы сынақ 3 бөлімнен тұратын триатлон болды. 6 километр жүгіру, 800 метр жүзу және демалыссыз жалғасатын кезеңдер. Лазар Дукичтің қазасы. Сербиядан келген 28 жастағы спортшы Лазар Дукич ерекше табандылығымен және достық мінезімен танымал еді. Алайда қатты ыстық пен ыстық суда жүзу оның жағдайын күрт нашарлатты. Жүзудің соңғы бөлігінде ол әлсіреп, жүзу қалпағын шешіп лақтырды. Бұл көмекті қажет ететінін білдірген еді. Зрительдер мен спортшылар айқайлап көмек сұрады. Бірақ құтқарушылар әрекет етуге баяу болды. Бір көрермен суға секіріп көмекке тырысқанмен тым кешеді. Лазардың денесі тек таңғы сағат 9-дан 20 кеткенде судан шығарылды. Ол сол сәтте өмірден өткен болатын. Бұл қайғылы оқиға спортшыларды да жанкүйерлерді де есеңгіретті. Жарыс бір сәтке үзіліп, қайғы символына айналды. 8 тамыз күні жарыстар тоқтатылды. 9 тамызда ойындар Лазарды еске алу рәсімімен қайта жалғасты. Дауыл қуу трагедиясы. 2017 жылдың 28 наурызы. Техас, ақш. Дауыл қуушылар Келли мен Рэндалл тікелей эфирде дауылды бақылап келе жатқан. Кенеттен олардың көлігі Корбен Джеггер есімді жүргізушінің джибімен соғысты.
барлығы бір сәтте қаза болды. Зерттеу кезінде олардың көлігінің алдыңғы әйнегі түрлі құрылғылармен жабдықталғаны анықталды. Бұл жүргізушілердің көрінісін шектеген болуы мүмкін. Қайтыс болған Корбидің анасы Уэйче Шанель телеарнасына қарсы сотқа жүгінді. Ол компания немқұрайлылық танытты деп айтты. 2021 жылы іс аяқталды, бірақ өтемақы сомасы құпия қалды. Бұл оқиғалар бізді ойлануға мәжбүр етеді. Қызық көрініс пен адам өмірінің арасы өте нәзік. Әр оқиғалар бізді ойлануға мәжбүр етеді. Қызық көрініс пен адам өмірінің арасы өте нәзік. Әр тікелей эфир тек ойын-сауық қана емес, кейде ол қайғыға, орны толмас жоғалтуға айналуы мүмкін.